бенд командасына айтарым, мықты қызметкер болсыңдар, осы Сәкен мен Әлшер сияқты болыңдар. Запись бар ма? Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің бүгін сіздерге айтар тақырыбым мектеп пәндерін жақсы оқу неге маңызды. Әртүрлі ақпараттарға сүйенсек, мектепте жақсы оқыған, фундаменті мықты болған балалар университетте де жақсы оқып, кейіннен мықты маман болып жатады. Бірақ қоғам арасында ой, мектепте 3-ке оқыған еді, 2-ге оқыған еді, кезінде 1-ге 1-ді қоса алмайтын еді, қазір бір үлкен қызметте жүр ғой деген сияқты да әртүрлі түсінік бар. Көбісі Эйнштейнді мысалға келтіреді, көбісі Марк Цукербергті айтады. Ой, Марк оқуды да бітірмеді, үлкен Facebook сияқты компания құрды деп. Менің осындай ойлы жастарға, адамдарға айтар үндеуім бар. Ең біріншіден, Марктың тұрған жері ол Нью-Йорк қаласы. Оның әке-шешесі не деген мықты адамдар болды, дамыған, интеллектуал адамдар болды. Ал Марктың оқуға түсіп тастап кеткен университеті ол Гарвард университеті еді. Біріншіден, Гарвардқа бір орынға кей жағдайда 5000 адам таласады. Менің сондай жастарға айтарым, сен алдымен Гарвардқа түсіп ал, онда сен 50 000 адамның біріншісің. Сол кезде оқуды тастасаң да, сенің мықты екенің біріншіден дәлелленіп қойды. Екіншіден, сенің мықты екеніңе өзіңде үлкен сенімдесің. Сондықтан мектеп сабақтарын жақсы оқудың маңыздылығы өте жоғары. Көп жағдайда оқушыларымыз бұны жалқаулықтан, еріншектіктен немесе өкінішке қарай қанша сабақты оқыса да түсінбей жатқандықтан айтады. Бұндай оқушыларға менің кеңесім, өзіңізден жоғары оқитын оқушылардан, ағаларыңыздан, әпкелеріңізден көмек сұраңыздар. Ұялмаңыздар, қысылмаңыздар. Ата-аналарыңыздан көмек сұраңыздар. Түсінбесеңіздер, мұғалімдерден қайта сұраңыздар. Қосымша сабақтарға барыңыздар. Және әрине де біздің жасап жатқан жобамыздың негізгі мағынасы Дарын онлайнда кез келген сабақты бір айға сатып алып, өзіңізге көмек алсаңыз болады. Бұны жарнама деп қабылдамаңыз, дегенмен біздің миссиямыздың негізгі бағыттарының бірі әрбір оқушыға мектеп сабақтарын түсінікті және қызықты етіп жасау. Сондықтан да мен бұл тақырыпты бөлісіп отқан жайым бар. Барлықтарыңызға рахмет. Қызық болса сұрақ қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға сай келесі біздің шығарылымдарымызда соған лайықталып жасалатын болады. Тағы да рахмет. This is the first. Қайта салмайтын шығарсың енді Әлшер. This is the first дегенді.